Мемлекет басшысы Твиттердегі парағында вакцина пандемияны жеңудің жалғыз сенімді жолы, азаматтарды вакциналау шығындарының барлығын мемлекет көтереді, вакцина салуға денсаулығы жарамайтын азаматтардан басқалары жаппай пандемия жағдайында екпенің аса маңызды және қажетті екенін түсінеді деп ойлаймын деп жазды. Дүйсенбіде вакциналау басталды. Ресейлік Спутник V вакцинасы салынып жатыр. Ақпанның ортасынан бастап Қарағандыдағы фарм компанияда өндірілетін вакцина салынады. Қарағандыдағы фармацевтика кешені Ресейдің тікелей инвестициялар қорымен келісім шарт бойынша тауар өндіруге келіскенін айтып отыр. Вакцина өндіруге берілген лицензия ресейлік қорға тиесілі. Ал Қарағандыда Ресейден жіберілген шикізат негізінде дайын екпе шығарылады. Ресейлік вакцина өндірушілер былтыр желтоқсан айында Қарағандыдан шыққан алғашқы партияны сапа талаптарына сай деп тапқан. Біз Хакім Тұрсын есімді иммунологтан комментарий алғанбыз. Жөнді мәшине шығара алмайтын ел қайдан вакцина шығарсын деп жұрт сын айтып жатыр. Бұл мүлдем басқа нәрсе, екеуі екі бөлек дүние дейді. Осы тұста тоқталатын деталь Спутник V вакцинасына байланысты әлемдік медициналық қауымдастық мойындайтын Lancet журналында мақала шықты. Тиімділігі 92%-ке жуық деп Спутник V-ге оң баға берген. Осыдан соң беделді Bloomberg басылымы Ресей вакцинасы туралы мақалада оны қазіргі нарықтағы фаворит деп, Совет кезеңінен кейінгі Ресейдің ірі ғылыми серпілісі деп бағалаған. Ал елімізде сенім туғызуға лауазымды тұлғалар кірісті. Мысалы, екпе салғызған Шымкент әкімі жалақы көтеруді талап еткен шопырлармен кездесуінде ширақ көрінді. Наразылық шарасы туралы кейінірек айтамыз. Қазір басталған вакциналау жайын Азамат Алоңғар баяндайды. Науқан басталғанға дейін бірқатар жоғары шенділер вакциналаудың ешқандай қаупі жоқ. Қайта керісінше екенін көрсету үшін вакцина салдырғанды. Ең алғашқы болып отандық Қазковид-ин вакцинасын білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов алды. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой вакциналардың дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тіркеуінен ресми түрде өткенін күтсе керек. Бас дәрігеріміз вакцина салдыруға асығар емес. Еске салсақ, елімізде әзірге екпенің екі түрі қолданылатыны белгілі. Бірі өзіміздің төл вакцинамыз, екіншісі ресейлік Спутник V. Жауапты адамдардың вакцина тіркелуінің формальды ресми сатысын күтуін қоғам өзінше түсініп жатса керек. Ақпараттық жұмысының мүмкін жеткіліксіздігі шығар. Одан кейін интернет жүйесінде көптеген негативті информацияның тез таралуына байланысты кейбір бас тартатынның ішінде әрине медицина қызметкерлері де бар. Бірақ та бұл вакцинация ерікті жүргізілетін болғандықтан ешкімге қазір мәжбүрлеу жоқ. Ерлан есімді жігіт Facebook желісінде 200 мыңнан астам оқырманы бар әлеуметтік топтың әкімшісі. Осыны пайдаланып әлеуметтің тамырын басып көреді. Вакцина салдырасыз ба деген жазбасы қызу пікір таласқа себеп болды. Рационалды пікір жазған санаулы адамды айтпағанда көпшіліктің көңілі не күпті, не қарсы тіпті. Ал кейіпкеріміз вакцина салдыру өзің үшін қажет деп есептейді. Потому что вакцинация Себебі вакциналау болашақта коронавирустан қорғанудың жалғыз сенімді жолы болмақ. Және менің ойымша мемлекет болашақта екпе алмағандарға қатысты қандай да бір шектеу шараларын қабылдауы мүмкін. Мемлекет емес, мемлекеттер деп азаматтар ойды іліп әкетеді. Мәселен, енді шет елге шығу сол мемлекеттің халқы үшін қауіпсіз екеніңді дәлелдеп, төлқұжатқа қоса ПТР тестіңді көрсетуің міндетті шарт болуы мүмкін дейді. Ұлыбританиядағы әріптесіміз сөздің жаны барын растайды. Бұл ел әлем бойынша вакциналаудың көш басында. Екпе медициналық мекемелердің шеңберінен шығып кетіп, ғибадатханаларда, тіпті стадиондарда жаппай жасалып жатыр. Қазір әрбір 5-ші британдық вакцинаның алғашқы дозасын алды. Бұл шамамен 11 миллион адам, ал келесі аптада көрсеткішті 15 миллионға жеткіземіз дейді жергілікті билік. Вакциналар вирустың жаңа түрлеріне де қарсы тұра алады. Зерттеулерге сәйкес, Уханьнан шыққан вирус пен мутацияға ұшыраған вирустар ұқсас келеді, және бұл үміт отын ұялатады. Жалпы алғанда екпе инфекция жұқтыру ықтималдығын азайтады. Халық арасында кең таралу қаупін кемітеді. Бұл өте маңызды. Билікте халықта вакциналаудың маңызын ұғып отыр. Бұл жұмысты әлдеқайда жеңілдететіні белгілі. Енді біздің тіршілікке оралайық. Қалыпты өмірге оралу үшін халықтың тең жартысы екпе алуы керек дейді иммунологтар. Бұл вирус енді біздің арамыздан кетпейді. Бұл біздің арамызда қалды. Бұны жойып жіберудің тек қана бір ғана жолы вакцинация. Яғни коллективті иммунитет дейді. Ол жерде кемінде не вакцина салдыруымыз керек, немесе 50%-дан аса жер бетіндегі адамзат осымен ауырып тұру керек.
Коронавирустың өлім көрсеткіші 1,5 мен 11% аралығында екенін ескерсек, бұл үлкен шығын, оған ешбір мемлекет бармайды. Сондықтан мемлекеттер бір-бірімен келісіп вакцина сатып алуға, ал шамасы жеткендер өздері жасап шығуға жанталасып жатыр. Бізде екеуі де бар, бірақ кейбіреулер өзгенің де, өзіміздің де вакцинамызға сенбейді. Көп адам айтады, бізде енді сын көзбен қарайды, мынау немен көк тазик шығардық, тазикті шығарып жатқан мемлекетте, мәшіне шығарамай жатқан мемлекетте вакцина қайдан болсын дейді. Ол нәрсемен мен өз басым түгел келіспеймін. Бұл өзіміздің ең бірінші дертке шалдыққан қазақстандықтан алған штамның негізінде дайындалған. Ол вирусты миллион қылып өсіріп, содан кейін оны өлтіріп, сосын оны адъюванттың ішіне салынған. Біздің вакцинаны жасаған ғалымдарға сүйеніп, ғылым комитетінің төрағасы отандық екпенің жас ерекшелікке әсер етпеуі тиіс, яғни иммунитет қалыптастыруда 60-тан асқан адамға да тиімді болады деген болжам барына тоқталды. Біздің вакцинада жас шектеуі жоқ. Менің ақпаратымша, мәселен, 3-ші кезеңдік сынақтарда 70-тен асқан адамдар да бар. Ғалымдар айтып отыр, мына ағза иммунитет қалыптастыру нәтижелілігі жасқа қарамайды дейді. Біз қарадық дейді, 25-тегі, 30-дағы, 60-дағы адамның несі белсенділігі, ағзаның иммунитетін қалыптастыру белсенділігі вакцинаның бірдей. Біздің вакцинаның айырмашылығы бұл тұтасты вирусты вакцина. Сол ковид індетінің қоздырғышын бөліп алып, содан тұтастай өлтіріп барып, содан тұтас вирустан жасалатын вакцина. Біздің вакцинаның организмге, ағзаға салғандағы одан иммунологиялық көрсеткіштері жоғары болуы мүмкін. Істі басынан білетін ғалымдар сондықтан бірінші болып вакцинаны өздеріне еккен. Кейін жетекші министр мен бір қатар шенділер біз сұхбаттасқан ғылым комитетін басқаратын Жанна Құрманғалиева да салған. Өміріміз біреу ақ, сондықтан бірде-бір адам қандай болсын біреуге бірдеме дәлелдеу үшін, немесе бір насихат үшін өз басын қатерге тікпейді. Ол үшін жан-жақты ақпарат болу керек, адам сенімді болу керек. Алғашқы 22 мың доза вакцинасын Қазақстанға жөнелткен ресейлік ғалымдар да өз өніміне сенімді. Әрбір жаңа дүние күдік туғызады деген ғалым халық арасында күдік болуын заңдылық деп біледі. Алайда Эта вакцина разрабатывалась Бұл вакцина соңғы 12 жыл бойы жасалып келді. Әуелде ол MERS және SARS-CoV-1 вирустарына қарсы әзірленген. Ұзақ зерттелген антивирустың негізін коронавирусқа да қарсы қолдандық. Сондықтан оны асығыс жасалған вакцина деуге болмайды. ресейлік ғалымдардың өз өнімін жарнамалауына мемлекетінің ғылымға сеніп, халықаралық ұйымның тіркеуін күтпей экспортқа әрекеттенуіне қызғасын. Ал отандық Қазковид-инге келетін болса, клиникалық сынақтардың 3-ші кезеңі өтіп жатыр. Ғалымдар сәтті деп сипаттайды. Шыны керек, өз вакцинамызды күтіп отырған адамдар бар. Президент те күтіп отыр. Азамат Алдоңғар, Индира Бегайдар, Марина Бекенова, Дархан Әлібек, Апта.